Тездетіп жазып жіберейік. Иә, міне болып қалдым. Айтпақшы, сен неге осыны киіммен жүрсің? Ұят емес пе? Жоқ, ұят емес, мен жүре беремін. Ені киіп кетті. Жарайды. Тездетіп алайық, ой. Жерге түсіп кетті тарелкамыз. Бұйыртса мен осы лагерьден кеткесін ауылыма ата-әжеме барамын. Таңғы ас болды деймін. Жарайды, қоя тұрайын, сосын жазамын. Жасыл, сары, көк, қызыл. Данияр, тамақ болып жүр кеттік. Тамақ ба? Иә, жарайды. Тастайын, жүр кеттік. Барайық, тамағымыз. Таңғы асқа. Мына тағам түрі өте керемет және пайдалы. Иә, өзім мінген ұнады. Екеуің аспаз, екеуіңнен бірдеңе шығады. Әдия мен Сәфия. Рахмет, апай. Рахмет. Ал жақсы, таңғысын бастайық, жүрейік. Екеуі қатты шаршаған деймін, тамақ істейміз деп. Ұйықтап қалыпты ғой. Иә, тым білмей ұйықтап жатыр ғой. Иә, ұйықтай берсін, ештеңе, ұйықтай берсін. Жүрмей қояқ. Жақсы дегенім болсын. Жаңағы тамақ әлі дамды, шегін кеп бара тұр тағы. Дәмдісі ғой, дәмдісі. Бүгін балаларды сағат 10-дарда нәрсетіп отырып, бірден ұйымдастырайық. Жақсы. Не ұйымдастырамыз? Кешкісін өзің көресің. Маған бір керемет идея келді. Жарайды. Сағат кешкі 10 болады. Міне балалар осылай күш істеп жатыр, иә? Иә, балалар осылай ғой апалардың айтқандары. Ал балалар өздерінің қызықты оқиғаларын айта кетіңдер. Ал мен айтайын. Мен кішкентай кезімде балаларыммен көп қырылатынмын және қыздарыммен көп ұрсатынмын. Бір күні бір қыздармен ұрысып тұрғанмын ғой. Сол күні мамасы көріп қалып маған деген аямай ұрысып, мен де мамамды ертіп келіп, сөйтіп ұрысқан. Соңында татуласып алдық. Ал қазір соны айтсақ, соны айтамыз әлі күнге дейін. Сол есіме түссе өте қатты күлемін. Өмірің сенің қызықты болған-ау. Сол. Ал тағы кімде қандай оқиғалары бар? Ал апай, мен айтайын. Мен бір күні мектепте үздік оқушы болғам. Сөйтіп апай айтқан, кім сабақ айтады деген. Сол кезде мен үздік болған соң мен айтайын дегенде, о жоқ, сен отыр деген. Ал сосын тағы айтқанда, апай, өтініш айтады, 500 теңге беремін деп айтып жібергенмін. Сол есіме түсіп кетсе, қатты күлгім келеді. Сол есім тастарым өте қатты күлді ғой. Сол әлі есіме түссе. Бастауыш апайымды сөйтіп сағынып барып тұрамын. Соны әлі күнге дейін айтады маған. Мынаны енді мен түнімен ұйықтай алмаймын, күліп. Плиткаға не істеп ұмытып кетіппіз ғой, жарайды қазір.